Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет әдемі болып шығатын барыс салатын жасаймыз. Келе жатқан жылымыз 2022 жыл барыс жылы болғандықтан осы салатты жасап көрсетуді жөн көрдім. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Төменге рецептін қалдырамын. Ұнаса пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Бізге керек ингредиенттер: филе, қияр, сәбіз, картоп, сыр, майонез, жұмыртқа, кепкен өрік. Ең алдымен картопты үккіштен өткізіп аламыз. Міне картопты үккіштен өткізіп алдық. Тұзын себеміз. Майонез. Міне осылай кішкене барыстың басының формасын істеп аламыз. Қиярды турап аламыз. Қиярды үккіштен өткізсеңіздер де болады. Болмаса осылай ұзынша етіп жіп-жіңішке қылып турап алсаңыздар да болады. Ең бастысы жіңішке болғаны дұрыс. Міне осылай қиярымызды турап аламыз. Енді картопымыздың үстінен қиярды қойып шығамыз. Жан-жағына жайып, бір келке етіп қойып шығыңыздар. Үстінен майонезімізді осылай жағып шығамыз. Енді филені тураймыз. Филені ұсақтап турағандарыңыз дұрыс. Енді филемізді қойып шығамыз. Міне осылай барлық жеріне түгел теп-тегіс етіп жайып қойып шығамыз. Міне ортасына бір жерге үйіліп қалмасын. Кішкене ортасын былай қолымызбен ашып, осылай жайып шығыңыздар. Тұзын себеміз. Кішкене ғана себіңіздер. Көп сеуіп, салаттарыңыз ащы болып кетпесін. Бір шымшымдай сеуіп шығамыз. Енді майонезін жағамыз. Енді үккіштен сырымызды өткіземіз. Осылай майда көзінен өткізіңіздер. Міне қазір көрсетейін. Міне осылай.
Енді майонездің үстінен жағып шығамыз. Кішкене ғана тұз себеміз, көп емес. Жұмыртқаның сарысын өткіземіз үккіштен. Енді ағын үккіштен өткізіп аламыз жұмыртқаның. Ал бір жұмыртқамызды алып қоямыз. Ол біздің барысымызды сәндеуге керек болады. Міне осылай барлығын үккіштен өткізіп алыңыздар. Міне осылай тегіс барлық жеріне жайып шығамыз. Үстінен кішкене ғана тұздаймыз. Бір шымшымдай, өте көп тұздамаңыздар. Майонезін жағамыз. Енді сәбізімізді өткіземіз. Міне сәбізбен осылай үстінен бір тегістетіп, қолымызбен тегістеп шығамыз. Әппақ болып көрініп қалған жерлерін сәбізбен жабамыз. Міне ортасын көзін кішкене тереңдеп алдым. Бөдененің жұмыртқасы екіге бөлгенмін. Осылай көзін істейміз. Кепкен қара өріктен кірпіктерін, мұрнын, маңдайын осы өрікпен істеп шыққанмын. Мұрынның айналасын әппақ болып тұрған жерге жұмыртқаның ағын қойғанмын, үккіштен өткізіп, және құлағына солай қойып шыққанмын. Сосын кепкен қара өрікті майдалап турап, сол әппақ болып тұрған жерге қойып шықтым. Енді мұртын жасаймыз. Мұртын мен осылай аскөктермен істеп шықтым. Енді ол өз қалауларыңызға, фантазияларыңызға байланысты істеп шығасыздар. Мінекей осылай. Қолымызбен тегістеп шығамыз. Міне барлық жерін осылай әдемі етіп тегістетіп шығыңыздар. Міне осылай көрініп қалған жерлерін сәбізбен үстінен жауып шығамыз. Көзінің ішіндегісін жап-жасыл болып тұрған қиярдың сырты қиып көзінің ішіне қойғанмын. Міне қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Қандай күшті. Міне салатымыз дайын. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, төменге пікір қалдырып отырыңыздар. Каналымнан шығатын тағы да басқа видеоларды
жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып тұрады. Сіздермен болған Эльмира, астарыңыз дәмді болсын.